Ақтөбеде 1 мамыр мерекесі тазалықпен басталды. Шенеуніктер ырду-дырду концерттерді тыйып, тасқыннан кейін жан-жақты жинастырған жөн деп шешкен. Ал оқушылар жаппай құстарға ұя жасап, игі іске атсалысты. 1 мамыр қазақ халқының бірлігі күніне орай құстарға ұя жасайық акциясына қатыса отырып, құстарға мейірімділік, қамқорлық жасап, ұя жасаудамыз. Бұл ұяларды ағаш үстіне іліп, олардың іштеріне жем салып, оларға мейірімділік танытып жатырмыз. Бұрын мектеп оқушылары үшін көктемде құстарға арнап ұя жасау қалыпты үрдіс болатын, бірақ бұл әдетті ұстанатындар соңғы жылдары сиреді. Енді мұғалімдері бастап, балалар қостап жаппай ел бойынша қолдауға шақырып отыр. Бұл тек мейірімділікке ғана шақырып қана қоймайды. Ұлдардың балға мен шеге ұстап, ағаш кесіп еңбекке баулуға тиімді дейді мұғалімдер. Ал тасқыннан кейін шашылған заттарды тұрғындар 2 аптадан бері тазартып жатыр. Мейрам күндері сауық сайранынан гөрі жаппай сенбілік ұйымдастырған тиімді деп шешіпті жергілікті билік. Бауырластар зиратының да жан-жағын жинастыруды ұмытпаған. Бұл жерде соғыста ауыр жарақат алып Ақтөбедегі госпитальге жеткізілген 100-ге жуық жауынгер жерленген. Соғыс жылдары Ақтөбеде 3 госпиталь болған. Бұл жаққа тек ауыр жарақат алғандар жеткізіліпті. Ал мына зиратқа жерленген жауынгерлердің жас шамасы 18 бен 56 жас аралығында. Бұрын марқұмдардың туыстары жан-жақтан шетелдерден келіп тұратын еді.